Біз бүгін еңбек адамы ел тірегі атты саяси бастамамызды жариялаймыз. Бір үй жылқы ұстасаң, бір семьяға спокойно, жетеді. Қыз балаға ауру ғой бәрібір де. Қабылдау бөлімінде істеген, түнде істеген бәрі айтады. Бірақ маған өзімен ауруханада істеген ұнайды көбінесе. Мұндағы үлкен мақсатымыз қазақ жастарына өнерді үйрету. Осы арқылы біраз еңбек күштің жолын ашу, табыс табудың жолын көрсету. Студент уақыттан уже ойладым, что ауылға көшу керек. Ауылда жұмыс істеу керек, жылқылар көбейту, жылқылар асыруға. Осылай. Соның арман болған. Қазір Құдайға шүкір, міне 50 бастай, 60 бастай жылқылар бар. Холестерин болмайды бұл саңырауқұлақта. Бұның үлкен ерекшелігі өсімдіктің екі түрі бар, бірі жаңғақ, бірі саңырауқұлақ. Тек қана оттегімен тыныс алады. Басқа өсімдіктер көмірқышқыл газымен тыныс алады да оттегін бөліп шығады. Сол үшін бұл құрамы барлығы жағынан ақуызы болсын, етпенен бірдей. Менде бір пациент болған, үлкен кісі антибиотик салған өзіне. Содан кейін отек квинке. Тамағы ісіп кетіп, көзі ісіп, давлениесі төмен түсіп кеткен. Біз келе сала педпалатаға кіргізіп, экстрені көмек көрсетіп, давлениесін көтеріп, система қойып, ол кісіні отделениеда 5 күннің ішінде өте жақсы болды жағдайы. Біздің қазақ дәстүрін нелер көтеруге, көкпар, байге, соның мұт қалған ата-бабалардан қалған нелерді көтеруге, сол мақсатмен мына жерге келгем. Пациент есімде осында қабылдау бөліміне мен іздеп келіп, рахмет айтып, қуанып қалдым сол кезде. Сіз ең бірінші өмірімді құтқарып қалған сіз деп. Жастарды ауылға шақырам, цель болу керек қой, мақсат. Оған жеткізу керек өзінді. Өз адам өзі мақсатқа өзін жеткізеді. Біз енді бұл шаруашылықпен айланысып жүргенімізге 20 жылдың жүзі болды. Біз бұл жұмысымызды мақтанамыз. Сіздерге алғыс айтамыз. Біздің өмірімізді емдеп жүрген дәрігерлер деп. Сіздерге үлкен рахмет деп бүгін көп адамдардан естідік. Алла бұйырса осының барлығы болашақтағы жастар үшін, қазақтың болашағы үшін. Еңбек адамы ел тірегі атты бастамамыз бен ауыл еңбеккерлерінің беделін арттыру. Бұл біздің басты мүддеміз.